Қысқасын айтқанда, сәтсіздік. Бұл бейсенбі күні болатын. Мен төсегімде ұйықтап жаттым. Одан кейін бір мезетте атып тұрдым. Жан-жағыма қарадым. Одан кейін шошып кетіп, терезеге қарай жүгіре бастадым. Енді кептерден алдына қарасам, дала қап-қараңғы. Ешкім жоқ. Одан кейін бөлмеме келіп, сағатты алып қарадым. Сағатқа қарасам, сағат 12. Бүгін менің сәтсіз күнім басталды. Енді қорқа бастадым. Өз бөлмемде отырып, енді су ішіп алайын деп, ас бөлмеге кеттім. Жүріп келе жаттымда, қабырғаның қырына аяғымды ұрып алдым. Бүгін маған өзі не болды дедім де, ас бөлмеге кеттім. Ас бөлмеде өзімнің кружкамды іздедім. Ары қарадым, бері қарадым, болмады. Сөйсем, үстелдің шетінде тұр екен. Енді кружкама су құйып алайын деп едім. Басымды кухня гарнитурға ұрып алдым да жерге құладым. Бөлмемнің бұрышына келіп отырдым. Маған уже қорқынышты бола бастады. Енді барып далаға шығып келейін деп едім. Шкафтың есігін ашып, басымды соғып, жерге құладым. Қысқасын айтқанда, сәтсіздік.